сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Жаңа сабағымыз. Жарай ма? Назар аударып қарап отырамыз. Өмір сүріпті. Қандай керемет күн! Bir кезде Бақа үлкен өгізді көріпті. Ой, неткен үлкен! Мен де осындай... Жоқ, әлі де жетпейді. Ал әлі де жетпейді. Енді міндетті түрде өгіздей болды. Балалар Bir күні bir бақа болады. Ол бақа bir суда жүзіп жүріп bir өгізді көреді. Ол бақа мен де осындай болсам дейді. Ол сөйтіп су іше беріп, дәу болған кезде қасында достарына сұрайды, мен дәу болдым ба дейді. Ол іше беріп жанып кетеді. Ол іше беріп, бұл жерде не ұқтық балалар? Өгізде болуға әлі жетпейді. Ол өгіздей болуға әлі жетпейді. Ал енді мына суретке де бақаның түріне қарайықшы балалар. Кішкентай. Ал өгіз қандай? Неше есе? Қаншама бірнеше есе үлкен, Ал енді бұл жерде бүгінгі тақырыбымыз әлім білмеген әлем, Енді қарайықшы. Сонда өгізге қарап бақа қалай өзін салыстырады? Өгізге болу оңай ма оған? Кітапта 3-ші жаттығу, балалар 3-ші жаттығу деп жазамыз. Дәптерімізге сөйтемізді жұптық жұмыс ретінде орындаймыз. Сендерді алдарыңа кесте берілген. Кестеде тірек сөздерді оқылы мәтіннен тірек сөздерді анықтаңдар. Оларды сан есімдермен тіркестіріп, сөйлемдер құраңдар. Сендер оқыдыңдар. Тірек сөздер көлбақа, сөз тіркесінде бір көлбақа, сөйлемдер артықша бір көлбақа күршіледі. Мәтіннен алдық қой. Мәтінге қарап орындадық қой, балалар? Өте тамаша. Пән? Тірек сөз өгіз баған, сөз тіркестері бір өгіз, бір бақа, сөйлемдер бағаның өгізді көруі. Бақаның бір өгізді көруі ма? Мәтіннен орындадық па, балалар? Дайынбыз ба? Жылдамдап жібереміз. Пән оқи ғой. Тірек сөздер өгіз бақа, сөз тіркестері бір өгіз, бір көлбақа, бір өгіз айтын шалқар көруі келді. Бақаның бір өгізді көруі. Дұрыс балалар. Енді бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында фокус формуласын тақтаға қарайықшы. Жазып отырмын, оқиықшы. Кім оқиды? Оқи ғой. Бейджігің айналып кетті. Және кілт әдісі арқылы мен тақтаға кері байланыс іліп қойдым. Бүгінгі сабаққа сұрағым бар, сабақты түсінбедім, маған бәрі түсінікті. Мына жерде кілт берілген,
сол түсіне қарай тақтаға ілеміз туыпқа. Кетті. Өте тамаша. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Мен сендермен танысқаныма қуаныштымын. Бүгінгі сабақта естелік ретінде мен сендерге кішкене ғана сыйлықты үлестірейін. Мынау бүгінгі сабақтың ойларыңызды айтсаңыздар.